иә отсың. Давайте мен соңғы бір адамды қосайын, сосын мен прям ойдан рұқсат болса шығайын. Доңғалақ насыбай ма, брат дейді. Құдай сақтасын, семечка ва. Істеп тұр. Саламатсыз ба? Саламатса. Сетін ұстамай тұра. Жоқ, нормально, қатып отқан жоқсыз. Әдем бәрі күшті болып тұр, дауысыңыз да жақсы. Есіміңіз кім? Есім Нұржайна. Нұржайна? Прям өйт бағанан бері көріп отырсыз ба? Иә, сен ені шығайын түрі, мен кіргізбесе шығып кетемін деп. Иә? Сіз не дейсіз енді? Жаңа қызыман, Надира ма? Иә. Ұнаған жоқ маған Надира, анам мынау деп. Ұнаған жоқ маған Надира, Набиға, тағым, анам мынау деңдер. Әші ұнаған жоқ. Ұнаған жоқ. Үшеуді не үшін ұнаған жоқ үшеуді? Ұнаған жоқ үшеуі. Неге? Өз-өздерін ұтызамай тұрға. Қалай? Кәдімгідей, иә, кезесек, анам мынау деп. Неге үйтіп ойлап отырсыз қатты? Менің жеңгем сияқты сіз бар ғой? Сындей отыр мен. Қара отырым. Бірінші Раби, ой, мен Надира. Мен сетім ұстамай тұрма? Жоқ, күшті ұстап. Надира. Сосын Рабиға болды, екеу ұнаған жоқ. Жоқ, енді айтсаңыз, не үшін ұнамай отыр ол екеу сізге? Адам бірден таним ғой, ұнамағанда. Жоқ, енді сіз жақта басқа адамдар танымайды ғой, соны нақты айтып берсеңіз. Надира нандай, сол үшін ұнаған жоқ. Рабиға нандай, сол үшін ұнаған жоқ деп айтып беріңізші. Жаңа өз-өзін ұтқызамай тұр деймін. Өз-өзін ұтқызамай, давай деп сызылып бір әңгімені мыжып, Құдай сақтасын, мыжып отырсыздар ғой. Кетем ба, ойла, оттымдан құршын іште отыра берім ғой. Қалдымай шығар деймін. Сосын ғой. Жоқ, Қолықты қойдың бұна ерге. қара отыр едім ғой. Сен андай қыз екенсің, е? Қалай бар? Сразу бетке айтасың. Шын ғой, бірақ ақиқат қой, не деген мені көрініп тұрмын. Нан қара енді, мен ертең Надирамен киноға барам деп отырым, сен на жерден тұрдың да ұнамай қалды деп отырсың. Не істеймін мен? Срочно қызға деп отыр, не істеймін сен? Жоқ, өзіңізге ұнаса болды ғой. Енді саған ұнамай отырым, мен қайтем. Саған ұнамаса бір причинасы болып тұрғанда. Бірақ басқа қыз, нормально, басқа қызында бол. Көп қой, қыз көп. Басқа қыз бар. Не көп қыз көп. Сетім ұстамай тұр мен, е? Ояққа жатып тұр, бірақ мынаяққа намыс қатып тұр ғой. Аман құсайсың бар ғой, мен тура сен сияқты бір жешем бар ғой. Қойшы! Құрпате! Ұрсып беретін бір жешем бар. Шықшын. Есімің кім сенің? Нұржайна. Жайна дейір, ұмытқасын. Жайна. Жайна дейір. Жани Кош деп айта берейін, е? Жани Кош деп айта берейін, е?
болды, айта бер. Марат деп айтайыншы. Даңғара. Жайна саған Надира жазып жатыр. Қай жақтың қызы дейді. Батыстың қызы емеспін мен. Қызылорданың қызымын. Жана мен киноға барам деп ол жазып жатыр саған қай жақтың қызы деп. Сені сұрап жатыр. Дейді? Жаңа мен сөйлесіп отқан Надира деген қыз бар ғой, киноға барам деп. Сол қыз сенен сұрап жатыр, мынау қызы деп. Кім деп па? Иә, сені сұрап жатыр. Мынау кім? Кто она такая деп жатыр. Мен Қызылорданың қызымын. Қазанның қызымын ғой. Номерін бер, маған нерма тиіп тұр дейді Надира саған. Жоқ болсын мен. Номерін берші. Оқытқан жоқ мен оның Надираның несін. Оқытқан жоқ мен. Шын айтып. Бұл жерде. Бәрібір таппайды ғой мен. Айта берейін да. В общем, Надира ұнаған жоқ па саған, е? Ұнағандай құрсын. Жақсы қыз ғой, бірақ білмеймін, өзің бір сөзің азыр құрып кетсің ғой деймін. Жақсы қыз ғой, былай. Жоқ, енді жана Надира, сен Надирамен ұнаған жоқ анау дедің ғой жаңа басында сен. Дұрыс па? Иә. Сол Надира саған жазып жатыр. Она кто такая, номерін берші мына қыздың деп жатыр. Өше ма керек сен құрсыш. Сен әуе жеп тұрайын, Надира бірге болайын деп отыр. Онша емес деп отырсың ғой, Надира танып отыр ғой саған. Иә, қосылшы Надирамен. Надира күшті, әдемі. Ё-мо, сен кәдімгі потолокты қоя салдың ғой. Еще прямой кіресі. Екеуді ұнаған жоқ дейсің ба? Сен деп тұр, мен қазір мынаяқтан көремін маған. Жайна деп тұр, иә? Жайна, прямойдан шығып кет. Айттан қосам аха? Иә. Прямойдан шықпа. Ойбай, мынау. Прямойдан шығайық десек, естіп шығармайсыңдар ғой, етегі. Қазір енді вообще концерт болады қазір. Анау біз потолокты қоя салды ғой, кірді да. Что-то не... Мен ұнамаппын ғой. Соңында ұнадым ғой мен. Кірді да айта салды ғой. Ұнаған жоқ деп тұр ғой, мен қарасайшы енді. Болды, ұнады ғой, соңғы шешімі сөйтіп айтты. Нормально. Ренжіп отқан жоқ, қозға айта бер. Құрсын деді ғой соңында. Сөйлеспейін деген ғой мен. Мен шошып кеттім ғой кәдімгідей. Анау Рабиға да Надираңды ұнаған жоқ, керек емес деді ғой. Біз несе қойыппыз? Біз несе қойыппыз? Енді оғызға айтарың жоқ па ешқандай? Ренжішің? Жоқ, соңында ұнап кеттім ғой. Өзім соңында мойындады ғой. Нормально ма? Басында до конца тұратын болса сөйлейтін едім. Да? Артқа қайтты ғой өзі. В общем, достар, прям ой деген очень бүгін бітетін түрі жоқ. Мен жаңа қызды болсын деп тұр айттым. Қандай еді ол қыздың несі? Міне.
деймін. Мына әпке? Сен Америка жақсы істеп тұрсың ғой. Сет ұстамай тұр менде. Жоқ, нормально ұстап тұр. Ұстап тұр ма? Қыздар бізге қатып тұр ғой, короче. Сен өзің өзің не ол дейсіз? қай жылғысың деймін? 2002. 2002-сің ба? Маған енді сет нормально ұстап тұр ма? Енді нормально ұстап. Енді бағанан бері Рабиғамен сөйлесіп отырмын, Надирамен, енді Надираға тоқталып ертең киноға баратын болдық қой енді. Бірақ білмеймін енді, жаңа сен прямой кірген, сен больше ұнақта ма кішкене жақсы қыз екенсің сол. Ойымда енді сол. Сөйлесіп көреміз ба деп. Қатып атыр. Жайна? Өте беріңіз. Бір сөзін естіліп, бір сөзін естілмей тұр. Қошына? Бір тең болады. Бір сөзін естіп, осыны естімей ағандай. Айтып отырмын, сен ұнақ қалдың деймін енді. Түсініп қойдым мен. Ұнақ қалдың мен ба? Ай десе аузың, күн десе көзің бір өт. Масқара сүйкімдандай тәтті қыз екенсің де, сон ұнап отырсың да, ма? Енді? Сон. Бәріңе жазсам бола ма сен? Қомай. Надиралар шығып. Мынау деген де отырады сосын бәрі. Қумай дейсің. Мінезің ұнап отыр. Жазып көрейінші саған, бір сөйлесіп көрейікші. Мен берем ғой, мен берем. Сестренкасы береді. Тік айтып отырсың сен деген. Әр қызға. Давай кино қарайық, давай бүйтейік, давай сөйтейік деп. Сен барға прям мен настроениемді барға прям ет көтеріп тастадым барға. Сен мен прям ойыма жиі кіріп тұршы, мен сен постоянно қосып тұрайыншы. Нема? Запрос істейміз, өмірін қалдырмайсыз қосын. Басқа қыздармен сөйлесе отырады. Адамдар шығып кетем. Мен сен қазір прям жайына деп тұрады, мен сен аккаунтын жаттап алдым. Енді постоянно сен қосып тұрам, прямой кіріңіз қосып тұршы, мә күшті екенсің сен бір ғой. Бар жоқ дейтін қыз екенсің да, риза болдым. Қызым боласың? Қызым басым ба дейді десің же. Екі сөзім басым болса керсің. Жайна? Қызым боласың ба? Жоқ. Болды әңгімес жоқ. Ештеңе ағымайды. Барды бар жоқ дейтін қыз екенсің. Тағы да бір рет. Қызым боласың ба? Қомайсың, Надираң бар деп. Сенде Надира деген бар. Маған? Қазір маған Надира білшіге ашығып. Түсіндім. Сен ба деп жүрсе. Надираға қарағанда сен қазірде жүрегімді жаралап, өзімді қояға жер таппай отырмын. Жайна соңғы рет сұраймын, қызым боласың ба? Ай. Жайна? Ne қатып қалды оны? Ой, да, не болып отыр мынау прямой эфир айналайындар-ау. Неғып бүйтіп кеттіңдер бәрі. Прямой эфир сохранить етем ойдым что-то. Вообще осы уақытқа дейін қанша прямой қостың? Ешқайсысын сохранить етпеген бұл. Бұны қазір сохранить етсең андай не болып қалады, лентама түседі, кәдімгідей пост болып, баяғыда андай болып сохранить етілетін еді ғой. Мысалы, история сияқты вообще. Мына жағында прямой эфир, мына жағында история болып тұратын еді. Онда емес, кәдімгідей постқа кетіп қалады қазір сохранить етсем, Пойдет, көнген жоқ дейді. Қоя алмас, үйтіп не алма дейді.
базар жоқ дейді. Привет дейді. Мен осы жігіттердің привет деп жазатыны қалай болады екен? Привет. Алмас қойсай дейді. Енді достар, біліп отырсыздар ғой, барлығы кішкене сіздердің көңіл күйлеріңіз көтеріп әзіл ретінде болып отыр. Жаман ойлап қалмаңыздар, мынау масқара, ойбай мынандай екен, анау екен деп. Бірақ енді бұл жерде барлығы кәдімгідей кішкене андай көңіл күйді көтеріп отырайық деген нәрсемен айтылып отқан нәрселер да. Ал именно бірақ жаңа Надирамен киноға барам деген барам ертең. Надира төлеймін деп айтты ғой. Қыз шығар, сөзінде тұратын шығар. Көп ақша кетпейді кино. Лентаға түседі, но HD боп дейді. Онда керек емес, сохранить етіп қойын. Ребят, Ақботаны қадап кеттің ба дейді. Ақбота деген кім еді? Ұмытып қалдық қош, қай қыз деген. Жайнан ауыз дейді. Надираны қосшы дейді. Надира нағыз таразға қатын болатын қыз ғой дейді. Енді болды, енді осы Надирамен тоқтайық енді. Масқара болып кетті ана эфир. Бірақ енді маған ана қыздың айтқаны масқара өтті да. Прямой кірді. Не дейсен, өзіңіздің ойыңызды айтсаңыз десем. Анау Рабиғаң да Надираңды ұнаған жоқ, керек емес деді ғой. Потом қандас дейді, мен яқты сообщениемен танысып үлгеріп атырға жігіттер. Қой достар.